келіп қалдық. Ендеше өзіміздің жабайизм, мамбетизмімізді ұмытып, бүгінгі ойында әдемі ойнайық, келістік па? Келістік! Сонымен жігіттер, бұл не деген? Бұл не деген? Өзім барам. Махамбет. Жо. Дегеле. Бұл не деген? Сахнаны бүлдірдің ғой. Қолыңа деп түкір алмадың ба? Жабай. Өзіміздің сүйіктілеріміз туралы Айтайықшы. Жігіттер, тыңдаңыздаршы. Менің сүйіктім Алматыныкі. Азанда алма. Әбетке алма. Кешке алма гүл. Ал менің сүйіктім болса Қызылорданыкі. Ой. Таңертең палау, түсте палау, Кешке палау. кешке алмагүл. Ал менікі Астананыкі. Қой! Бұлт, красавчик. Менің балам жылай береді. Соңғы кезде памперсті қолданғалы құлағым тынышталды. Памперс деген сондай керемет зат, құлаққа киіп аласың, сондай керемет сондай дым естілмейді. Біздің Атырауда екінің бірінің аты Махамбет. Сіздер сенбейсіздер ма? Мен оны қазір осы сахнада дәлелдеп берем. Бауырым, сен атың кім? Махамбет. Айттым ғой мені, Махамбет. Сіздер де сенбейсіздер ма? Тағы да дәлелдеп берейін ба? Бауырым, сен атың кім? Махамбет. Оғды айттым ғой сендерге. Тағы да сенбейсіздер ма? Тағы дәлелдеп берейін ба? Бауырым, сен атың Махамбет қой, Жо, Исатай. Қалайық, көп ойлайды Атырауда мұнайдан басқа ештеңе жоқ деп. Бірақ бізде мұнайдан басқа ештеңе жоқ. Біздің көңіліміз бүгін қуанышқа толып отыр. Әрбір команданың бүгін стилі бар, әрбір команданың ойыны бар, ал бізде мұнайдан басқа ештеңе жоқ. Астаналықтар, сіздерде бәйтерек тұрғызылды. Ол бейбітшіліктің белгісі. Сіздерде үлкен ғимарат, қымбат үйлер бар. Қымбат, иә. Сіздерде асфальт бар. қымбат, иә. Сіздерде балық жүзетін аквариум бар. Қымбат. Астаналықтар. Ничего не слышно. А мы крутые, а мы хорошие.